Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Түркістан облыстық Ыбырай Алтынсарин кітапханасында берекелі шаңырақ ынтымақ бастауы атты тақырыпта сұхбат өткізілуде. Бүгін біздің кітапханамызға осы кітапханамыздың шаңырағымыздың тұрақты оқырманы, зейнеткер, ақын, зерттеуші Юсупов Ибрагим Жүсіпұлы және де немересі Ибрагим Көркем Нұржанқызы. Қош келдіңіздер, аға. Қош келдің. Әуелі бастамас бұрын сізге ең алғашқы қояр сұрағым, отбасы дегенді қалай түсінесіз? Отбасы қандай болуы керек? Осы жайында өз ойыңызды айта кетсеңіз. Құрмет қылып шақырғанға рахмет. Назар қызым, мынау ойламаған жерден болып қалды өзі. Дайындығымыз да аз болды. Сондықтан бұл сұхбатымызда аз-маз кемшілік болса, кешіріп қоясың, мақұл ма? Өйткені мен шын айтамын, дайындалған жоқпын. Дайындалғанмен де бәрі ұмытып қалам, шын айтайын. Ал отбасының берекесіне келсек, отбасы деген енді өкілдердің, ғалымдардың айтуына қарағанда, оқушылардың айтуына қарағанда бір мемлекет сияқты. Мемлекеттің ішінде ілім болса, білім болса, тәртіп болса, сыйластық болса, ең алдымен сол отбасын құрып отқан жастардың махаббаты болса, сонда берекелі болады. Шын махаббаттан туылған өсіп-өнген ұрпақтар да иманды болып келеді деп ойлаймын, өзім солай ойлаймын. Отбасының берекесіне тағы да басқа да көп салалар кіреді. Оның ішінде отбасының білімділігі, ең бірінші әкесі мен анасының білімділігі, ізеттілігі, имандылығы, солар кіреді. Солар арқылы өздерінің өсіріп отқан ұл қыздарын да сол білім-білімнен нәр алып өссе, жаңағы ұядан не көрді соны ілет деген бар ма? Сол сияқты тәрбиелі, ата-анадан тәрбиелі ұл өседі, перзенттер өседі. Қосымша, егер ата-ана жаңағы шынымен не алатын болса, жаңағыдай білімді болса, ол өзінің перзентін білімді қылып тәрбиелеуге тырысады, барынша тырысады. Оның жаңағы бойында қандай жақсы қасиеттері бар, соны жеткізуге тырысады. Қанша мысалы бабаларымыз бар ғой, 5-6, біреу ақын болған, философ болған, мысалы Омар Хайям сияқтылар, Әл-Фараби сияқтылар, 7-8. Қаншалықты, менің ойымша, қаншалықты өнерге жан-жақты болса, адами жаңағы сапасы соншалықты арта береді. Сол арқылы семьяның да жаңағы берекесі керек деп ойлаймын. Керемет аға, пікіріңізге қосыламын, көрермендер де қосылады деген ойдамын. Дұрыс айтасыз, жаңа ата-анасы білімді болса, жаңағы өзінің артынан еріп келе жатқан перзенттеріне, ұрпақтарына жақсы тәрбие береді деп жаңа айтып жатсыз. Жалпы қазіргі таңда жаңа бағыт-бағдар беріп жатқан ата-аналар, жаңа ұстаздар баршылық деп ойлайсыз ба? Яғни қанағаттануға бола ма, жаңағы тәрбиелі отбасы біздің артымыздан жаңа өсіп келе жатыр деген ойлайсыз ба солай? Әрине. Мен өз басым ата-аналар бұрынғыдан да қазір ұлдарының білімді болуына жан салып, сондай баланың бар жағдайын шамасы келгенше әрекет жасап жүр. Біз оны өз мектептерімізде көреміз, өзіміздің немерелерімізде көріп отырмыз. Әкелер, аналар жаны салып, жоғын тауып беріп, жағдайын жасап, сондай мүмкіндік жасап отқан өз көзімізбен көріп жүрміз. Мысалы, біздер де шамамыз келгенше арасында атсалысып қоямыз. Рахмет аға. Отбасында кітаптың рөлі қандай болуы тиіс? Сіздің ойыңыз қалай ойлайсыз отбасында? Кітаптың
кітаптың мына мемлекеттің өзінің осындай үлкен кітапханалар жасап, сіздерге жалақы беріп, осыншалықты жағдай жасап қойғанның өзі тегін алып, тегін оқисыз. Осының өзінің бұл кітаптың маңыздылығын, өте үлкендігін көрсетіп отыр. Балалардың кітапқа тәрбиелеу, кітапқа оқуға үйрету, бұл өте маңызды, өмірдің ішінде ең маңызды нәрселердің бірі. Былайша айтқанда, кітап оқитын бала мен кітап оқымайтын баланың екеуінің арасы ат пен түйедей. Мысалы, ғалым мен жайдам сияқты. Арақашықтық болады ғой, ғалым мен жайдам арасы бар. Балалардың білімді болуы бұл мемлекеттің өсіп өркендеуіне үлкен ықпал етеді деп ойлаймын. Жалпы білім алу, кітап оқыған бала, мысалы, ол ата-анасының шамамен айтайын 60-70% проблемасын шешеді. Олардан тәрбиелі болып, ілімді білімді сыпайы болып келеді. Жан-жақты көзқарасы кең, кругозор дейді ғой, кругозор кең, сондай балдар өседі. Ал былайша көшеде өскен балдарда ондай кругозор болмайды. Ол жай қарым-қатынастық сөздерді ғана біледі. Бұл сол терең оқыға алмайды деп ойлаймын. Түсінікті аға, қазір өзіңіз айтып жатсыз, жаңағы көшедегі баламен, кітап оқыған баламен, оқымаған баланың айырмашылығы жер мен көктей деп айтып жатсыз. Жалпы қазіргі жастарға сіздің көңіліңіз толады ма? Кітап оқитын жастар көп пе, әлде аз ба? Әлде орташа ма? Бұрынғы біздің уақытымызға қарағанда қазір кітап оқитын балдар меніңше енді көп па, аз ба, мен оны анық білмеймін, бірақ азау деп ойлаймын. Ол біздер көргенде сендерге анықтау шығар. Өйткені қазір информация алудың жан-жақты түрлері көп. Газет, журналдан бастап, жаңағы радиодан бастап, телевидение дейді, және де неше түрлі интернеттегі салалар бар. Сол арқылы білмейтіндерін біліп алып, оңай жолмен жүргенде. Бірақ кітап деген өте, былайша айтқанда, самопал нәрсе мен оригинал нәрсенің айырмашылығындай нәрсе деп ойлаймын. Кітап ол енді басқаша нәрсе. Біз өзіміз кітап оқып өскеннен кейін бе, сол кітап оқығанды жақсы көремін шын айтып. Ол астарын терең ұғындырады да, кітапты оқыған кезде адамның характерлерін, ішкі дүниелерін бәрін береді, ал телевидение мен кинода өтіп бере алмайды. Кино тек көресің, сыртын көресің. Ішінде білуге болады, бірақ кітап одан тереңірек біледі деп ойлаймын. Керемет. Әлеуметтік желіде отыратын жастар көп деп айтқыңыз келіп отыр ғой, яғни бұрынғы жаңағы жастарға қарағанда қазіргі жастардың жаңағы тек қана кітапқа мен ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік желі арқылы да өздерінің білімдерін жаңағы арттырып жатыр деген ойдасыз ғой. Иә, әрине жан-жақты болған жақсы, бірақ кітапты да оқу керек, интернетте де отыру керек, бірақ әр нәрсенің өзінің нормасы болу керек. Сол нормадан аспай істесе болады мысалы. Мысалы, тіпті тамақты да көп жеп қойсаң, ол сенің денсаулығыңа зиян болады. Ал телефонның алдында көп отырсаң зиян, кітапты да көп оқысаң зиян болады, мысалы көзіңе, кейін басқа да. Кітап оқығанда әйтеуір кітапты емес, кітапты адамға білім беретін, дәлім беретін кітаптар болады. Адам өзі жіберетінде, мысалы жастардың сезімдеріне қатты әсер ететін кітаптар да болады. Меніңше ондай кітаптан жастар өзінің жасына қарап оқу керек деп ойлаймын. Керемет, жауабыңызға қуаныштымын. Аға, сіздің тек қана өлең жазып қана қоймай, сонымен қатар мақал-мәтел жазатыныңыздан хабардармын. Осы бір мақал-мәтеліңізді оқып, мен қатты қуандым. Соны айта кетсек, тамақтанбағанның қарны аш болады, кітап оқымағанның жаны аш болады. Бұл сіздің өзіңіз жазған мақал-мәтеліңізге өте орынды толық қосыламын. Ол тек қана мен ғана қосылмаймын, сонымен қатар әріптестеріміз де және де көріп отырған көрермендер де қосылады деген ойдамын. Қазіргі таңда кітапты жаңа өзіңіз айтып жатсыз ғой, қаншалықты қалай айтсам болады, мағыналы, мәнді жаңа кітаптың қаймағын оқитын жаңағы жастар бар ма бізде? И одан кейін қазіргі таңда енді болашақта латын әліпбиіне өтеміз деп жатыр ғой. Соған біздің қаншалықты жастарымыз дайын? Қалай ойлайсыз?
Оны мен білмедім. Латын тілін өзім білмеймін. Оның қаншалық дұрыс екенін, қаншалық дұрыс емес екенін де білмеймін шын айтқанда. Егер латын тілімен оқысақ, мына кітаптардың бәрі бос қалайын деп тұрды бір жағынан. Осы кітаптардың бәрі обал күнге болады. Ешкім оқымай қалады ертең. 10 жыл, 15 жылдан кейін. Сондықтан оны екі шығып бір қараған жақсы деп ойлаймын. Емесе екеуі қатар бірге алып жүргізу керек пе? Егер анық тез арада өтетін болса, мына кітаптарға мыңдаған, миллиондаған кітаптар, бір сендердің кітапханалар емес, басқа да кітапханалар көп қой мысалы. Иә, ұлттық кітапханаларымыз бар. Ол үшін алдымен латын тілінде балалар кітабын көбейту керек, үлкен әдеби кітаптарды, сапалы кітаптарды көп шығару керек. Енді бір алла біледі, қандай болатынын, басшылар біледі дейді. Аға, тағы да бір сауал қоя кетсем, дін мен ғылым бір-бірімен байланысты ма? Қалай ойлайсыз? Байланысты болғаны қандай? Ғылым қаяқтан шығады? Ғылым діннен шығады. Білдіңіз ба? Діннен шықпаса, ол мысалы біздің ең алдыңғы бабаларымыз мысалы кім? Әл-Фараби бабамыз мысалы. Одан кейінгі Омар Хайям бабамыз, ірі ақындар, ірі философтар, және де басқа да мемлекет қайраткерлерінің барлығы бұрынғы негізгі теманы Құраннан алып отырған. Ол талай нелерде жазылды, әлі де жазылып жатыр. Тіпті оны шетелдіктер де жапондықтар да мойындаған. Дін болмаса не болады? Имансыздықтың бәрі, бұзақылықтың бәрі, жаманшылықтың бәрі осы дінсіздіктен шығады. Ал Құдайдан қорықпағаннан қорық деген бір мақал бар, соның өзі көп нәрсені түсіндіреді адамдарға. Ал дінді тану үшін, Алланы тану үшін не көп нәрсенің керегі жоқ. Мысалы, біз жер мен көкті еш тіреусіз жараттық деген Алла Тағаланың сөзі бар мысалы. Соның өзі, бүкіл әлемнің тіреусіз тұрғанның өзін адам жүрегімен түсіне алса, шынымен сезіне алса, Алла Тағаланың барлығына шәк келтіре алмайды. Одан да басқа жүздеген, мыңдаған қанша дәлелдер бар, кітаптарда жазылған. Құранның өзінде мен осы жақында ораза айында Құранды қазақшасын түсіндірмесін оқып шықтым, енді адам керемет. Мысалы, адамның азасуы, біреуді алдап кетуі, біреудің ақысын миллиондап жеп қоюы. Адам ойлайды, адамны толып жетіп болған жоқ ақыл есі адамның. Қашан Алла Тағаланы таниды, Алла Тағала сеніп, оны кейін барып ол адам толыққанды ақыл есі деп айтуға болады. Ал соны Алланы тани алмаса, ол ғалым болсын, патша болсын, жай адам болсын, оқымысты болсын, бәрібір ол толыққанды ақылға иесі емес. Ал енді мысалы қараңызшы, Алладан қорықпаған қорық деген мағынасы не? Алладан қорықпаған адам не істейді? Ол бәрі нәрсе істей алады. Қатыгездікке барады, бұзақылық жасайды. Жаңағы көшедегі бұзылған жастардың бәрі Алладан қорықпағанның кесірінен. Одан мемлекет пен мемлекеттердің арасында әсер етеді бұл. Қазір мысалы бір мемлекет бар, бір талауға түсіріп жатыр, мұнайын тартып жатыр, басқасын тартып жатыр. Олар үйде отырып құдықтың басына шақырып кізіп, аяқты қирап жатады, қан жағында қырылып жатады. Олардың ертең жауабын кім береді? Ол Құдайдан қорықпағандар осындай нәрселер істеп жатыр қазір. Бүкіл әлемді бүлікшіл қылып жатыр қазір адамзат. Адамзат ақыл дейміз, орнына тірліктеріне қарағанда адамзат ақыл емес деп айтады адам. Білдіңіз бе? Өйткені көбісінің істейтіні Алланың істеген нәрсені істемейді, терісін істейді. Білдіңіз бе? Бауыр мен бауыр мысалы дүние үшін таласады, дос пен дос ажырасып береді сондай себептермен. Ең кішкентай, мемлекетте сондай ірі қайраткерлердің өзі күнәдан алыс емес. Күнәдан өзін қорғай алмайды мысалы патшалардың өзі. Адам ақылды адам өз күнәдан өзін қорғап ертең жауап беретінін білу керек ол. Ертең жауап беретін күн келген кезде ол Құранда айтпаған бекер істептін деп жаны ұшырап айқайлайды екен. Сол жақтың алдына барған кезде.
соны сезіну керек адам, жүрекпен сезіну керек. Алла тағаланың барлығын, періштелердің барлығын, мысалы мен өз көзіммен көрдім. Мысалы Құранда жаңбыр түскен кезде бір-біріне тимей түседі, мысалы. Дұрыс па? Қарларды көрсең, жел ұйтқып жатыр, мен терезеден қарап тұрдым да, жел ұйтқып бүйтіп жатыр, бір-біріне тимей түседі. Неге? Өйткені Құранда айтылған жаңбырды періштелер жерге бір-біреулеп түсіреді дейді. Әр тамшыға бір-бір періште жерге түсіреді. Бір келген періште қайтып келмейді. Білдіңіз бе? Енді соны айтпаса, қар мен үлкен қар физикалық заңдылық бойынша, мысалы үлкен қар кішкентай қар жұтып қою керек. Білдіңіз бе? Бірақ кішкентай болсын, үлкен болсын, бір-біріне тимейді олар. Қанша боран болса да тимейді. Терезеден қарап, қар жауғанда далаға шығып қараңыз. Жаңбыр да сондай. Егер қар біріне тиетін болса, онда жентектеп түседі қар. Жаңбыр бір-біріне тиетін болса, бір-бірін жұтып, шелек сияқты шелектен құйғанда құйылады. Ал бізге Алла Тағала әсем қылып, әдемі қылып, мөлдір қылып, кіп-кішкентай қылып, тап-таза қылып жерге түсіріп беріп жатыр. Бұл Алла Тағаланың барлығын себебі. Ләззат. Осыны сезініп жүріңіздер. Керемет, жақсы мағлұмат айттыңыз. Шын айтсам, мен білмейді екенмін. Жаңбыр жауғанда қарасайшы. Қар жауғанда терезеге қараймын, Құдай қаласа. Аға, осы тағы да бір неңізге мақал мәтеліңіз менің жүрегімнен орын алды. Сол мақалыңызды жаңағы оқып берсем. Миына өрмекші тор торлағандар, ана мен әкелерді қорламаңдар, жанияны бұзатын заң шығармақ, өңшең надан, есек ми оңбағандар деген бір шумақ өлеңіңізді сіздің жеке фейсбук парақшаңыздан оқып қалдым. Өте орында айтқансыз деп ойлаймын. Оған көрермендер де қосылатын шығар. Көрермендердің сіздің жаныңызға, қоғамға қатты ашып тұрғаны белгілі. Аға, осы жерде айта кетсеңіз, бұрынғы СССР кезіндегі отбасы тәрбиесіне жақсы көңіл бөлінді ме, әлде қазіргі таңда бөлінді ме? Бөлініп жатыр ма? Отбасына бұл жерде де мен жауап беріп сап қиын болады. Өйткені Совет одағының кезінде мысалы жалпы тәрбие жақсы болды. Мектептегі тәрбие методикасы жақсы болды олардың да мысалы. Бірақ ол кезде мектептен тыс өзіміз бірге көрдік, бірге жүріп, ішкілік, ұрлық-қарлық көбірек болды. Қазір де сондай. Енді мен айырмашылық қанша екенін айта алмаймын, бірақ қазір Аллаға құлшылық қылатын жастар, Аллаға шүкір, бұрын қарағанда әлдеқайда көп, мешітке баратындар көп, иманлылар көп. Соған қарағанда қазіргі өзіміздің осы заман жақсы деп ойлаймын. Түсіндім. Немерелеріңізге кітап оқып бересіз бе? Кітап өзім куә болдым ғой, кітап апарып беретін. Кітап оқы деймін. Енді оқитындар оқиды, оқымайтындар оқындып кетеді. Бірақ осы қызым ерекше. Жақсы, қызығушылық жақсы. Абай атамыздың өлеңінен бастап, Мұқағалидың өлеңдерін, тағы басқа да өлеңдер қатты өлең. Онда көркемге берейік сөз кезегін. Көркем айналайын, қалайсың, қалай жағдайың? Жалпы осы кітапхана дегенде көз алдыңа не елестейді? Кітап елестейді, иә? Өзің қандай кітаптарды оқығанды жақсы көресің? Ертегі кітаптарды. Ертегі кітаптарды оқығанды жақсы көресің, иә? Соңғы рет қандай ертегі оқыдың? Жеті қарға деген ертегі. Керемет. Көркем, қазір атаң айтып отыр, өте жақсы өлең оқиды, жатқа біледі деп отыр. Өзіңнің жүрегіне жақын, біздің осы Қазақстанның ақын жазушыларының қандай өлеңін айтып бересің қазір? Абай Құнанбаевтың «Желсізінде жарығай» өлеңі. Айтып бере ғой. Абай Құнанбаевтың «Желсізінде жарығай» өлеңі. Желсіз түнде жарығай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен гүрілдеп, қалың ағаш жапырағы, сыбырласып өзді-өзі, көрінбей жердің топырағы, құлпырған жасыл жер жүзі, тау жаңғырып, ән қосып, үрген итпен айтаққа, келмеп пе едің жол тосып, жолығуға аулаққа, таймаңдамай тамжылып, бір суынып, бір ысып, тұрмап па еді сүйеніп, тамаққа кіріп иегі. Керемет.
Жүк болсын, тағы да қандай өлеңдер, қандай тақпақтар білесің? Айтып бере қойшы. Мұқағали Мақатаевтың «Отан» өлеңі. Мен оның күнін сүйем, түнін сүйем, ағынды өзен асқартау гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем, мен оның құдіретті үнін сүйем. Бар жандығын сүйемін қыбырлаған, бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным мені кеудемді жарып шықта, боз торғайы болының шырылдаған. Отан, отан бәрі де биік екен, мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Ой, керемет! Сенің кішкентай ғана махаббатың осы Мұқағали Мақатаевтың өнерін сағында берсін. Тағы да қандай өлеңдер білесің? Ғылым таппай мақтанба. Айта ғой. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, тұмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, бес нәрседе асық бол, бес нәрсеге қашық бол. Адам болам десеңіз, тілем өмірің алдында, оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, бес дұшпаның білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой, бес асылыс көнсеңіз. Керемет. Керемет. Құрметті көрермендер, көрдіңіздер ме? Кішкентай ғана біздің көркем қызымыз еріншек болмай, барлығын ерінбестен кітапты оқу керек, жаңағы үй жұмысына да араласу керек дегенді айтып жатыр. Яғни Абай атамыздың ғылым таппай мақтанба өлеңін оқып, әрі өзінің ойын еріншек бекер мал шашпақ деп өз ойын жеткізіп жатыр. Көркем қызымыз. Қандай өлең оқисың? Қасқыр түсті қақпанға, жыртып келе жатқанда, аяғымды сындырдым, қоя бер деп шыңғырдым. Қасқыр айтты қарағым, мен жайратамын жарамын, керек жоқ басқаның, тойса болды тамағым. Қақпан айтты батырым, мен де сезіп жатырмын, қорысын деп қозысын, құрып едім сол үшін. Керемет. Көркем, өзіңнің жалпы достарыңа қандай кітаптарды оқуға кеңес берер едің? Қандай ертегі кітаптарды оқуға кеңес берер едің? Өте қызықты ертегілерді. Өзің соңғы рет қандай ертегі оқыдың? Жеті қарға. Жеті қарға, иә? Сол жеті қарға ертегісін сен өзің достарыңа оқып беруге кеңес берер едің? Иә. Керемет. Бұдан кейін кітапханаға достарыңды алып келесің бе біздің Алтынсарин кітапханасына? Иә. Керемет, сіздерді күтеміз. Аға сөз тізгінін сіз өзіңізге берсем, аға сіздің кітап оқып қана қоймай, сонымен қатар өлең жазатыныңыздан да хабардармыз. Атап айтар болсам, кеше марқұм ақын айтыскер Әселхан Қалбековаға арнап айтқаныңызды, содан өзіміздің осы шаңырағымызға арнау айтқан өлеңіңізді білемін. Қонақ кәде ретінде өзіңізден де өзіңіздің жүрегіңізге жақын өлеңді сізден күтем, көрермендер де күтеді деген ойдамын. Жарайды, өлең көп мө, бірақ өзім жатта білмеймін. Иә, әрине. Руаяттар есебінде Алланың құдіретін сезінуге ойланып қараңызшы өзіңізде. Күн мен ай қисапсыз көп шоқ жұлдыздар сияды түймед аяқ көзіңізге. Өмірдің әрбір сәті қымбат болар, уақыт өткен сайын қымбаттанар. Кеудеңде сақтап жүрген шырын жанды айт сен мәңгілікке кім ап қалар. Білеміз ғой өмірдің өтеріне, соңына бір қараймай кетеріне. Біз түгіл таудай ғасырларда бара деріп секундтың жетегінде. Біреулер қуанады гүл еткенге, біреулер қуанады күн өткенге, біреулер өкініштен ағырады алдынан бар ғұмыры зу еткенде. Дәулетің толып мейлі тасқындасын, болғайды жаманыңнан жақсын басым, иманыңды жоғалтып орнының менмендігің дерт болып асқынбасын. Бақ дәулет бақыт емес толыққанды, атақтан дәреже емес молыққанды, бақытты етер Аллам қос дүниесін құлшылық қылып өзінен қорыққанды.
Енді мына жерде Ләззаттың Алланың құдіретін сезімге ойлап қараңызшы, өзіңізге күнменен қисапсыз көп шоқ жұлдыздар сияды түймеде көзіңізге дегенде, енді ойлап қараңыз, біздің аспанымызда қанша жұлдыздар бар? Күннің өзі мысалы жерден 100 есе, ғалымдардың айтуы бойынша 100 есе үлкен. Яғни оның бір айдан шығуы 4 миллион километр екен, бір айдан шығуы күнде. Ал жұлдыздар, күннен 100 есе жұлдыздар үлкен бар. Сол жұлдыздардың барлығын күннің жерге қашықтығы 145 миллион километр, ал жұлдыздар одан 2 есе ұзақ. Соның бәрін біздің көзімізге, кішкентай ғана көзімізге сыйдырып отыр. Алла тағала құдірет. Алла тағала қағарлансам, бар дүниені тарының қауызына сыйдырып жіберемін деген бір сөзін бір молдалардың естігенін, бірақ оған әбден сенуге болады. Енді мына қараңыз, жерден құрылған. Жер шаңның тозаңынан құрылған мысалы. Өйткені жердің бір бөліп алып кесегін болып уақыт берсеңіз, шаңның тозаңы шығады, дұрыс па? Ал енді уақыт секундтан құрылған, секундтың бір бөлшегінен құрылған. Сол секундтың бөлшегінен қазір қанша ғасырлар, заманалар өтіп жатыр, бірақ бізге онша білінбейді. Біздер айналамызға назар салып қарамаймыз. Бір ғалым, ғайредин ғалым дейді, біздің Абу Ханифаға келіп, бір сөзден жеңейін деп, сен маған депті, Алла тағаланың құдіретін көрсетші депті. Кейін ол кісі бір мырс етіп, сен маған депті, Алланың құдіретті емес жерін көрсет депті. Яғни біздің айналамыздың бәрі біз өзіміз мән бермейміз. Біздің тәніміз, жанымыз, шашымыз, мысалы шаш пен кірпік, қас бәрі бір терінің астынан тамақ жейді, бірақ оның өсу несі әртүрлі. Біреу қысқа, Алла тағала сондай былайша айтқанда программит етіп қойған, соның әрі аспайды мысалы. Көк, мысалы аспапты жарып шыққан көктерді көреміз біз, қатты жеп жарып шығады, тасты жарып шығатындар бар. Оның бәрі Алла тағаланың құдіреті мысалы. Бізде назар салып қарай бермейміз, өйткені көзіміз үйреніп кеткен біздің. Мысалы 30-40 метр ағаштың төбесіне суды жерден тамырдан жеткізіп береді мысалы. Барлық жапырақтарының тамыры. Біздің тәніміздің өзінің, әр мүшеміздің өзі құдірет, Алла тағаланың құдіреті. Әр саусағымыз, көзіміз мысалы болса да. Алла тағаланың құдіреті қисапсыз. Не нәрсе көрсең, бәрі Алла тағаланың құдіреті. Кешіріңіздер. Аға, сіздің айтып отырған пікіріңізге өте толыққанды қосыламын. Аға, осы жүк болсын, екінші тағы да бір өлеңіңізді оқып берсеңіз, өте керемет жазылған екен өлеңіңіз. Енді мен оқып берейін де, кім Ләззат? Мұқағали Мақатаевқа да арнап жазған екенсіз. Иә. Мен мына қылмайын ба? Және де жаңа айтып жатсыз, бақ береке болмайды байлық деп. Ол пікіріңізге өте қатты қосыламын, себебі қазір байлық деп достар жоқ, неғыла беріңіз, таба беріңіз, бізде уақыт бар. Осыны бір оқып береші, ниет қойып. Аға, сіз қолыңызбен іздей беріңіз, құлағыңызбен тыңдай беріңіз. Отбасының басты құндылығы сіз үшін қандай? Неше ұл қызыңыз бар? Олар сізге ұқсаған өлең шығаратын ұлағатты оқушылар ма дейді? Жоқ, мен балдарым өлең шығармайды. Олар басқа тірлікпен айланысады. Менің өзі өлеңді жас кезінде шығарған жоқпын. 2002 жылдан бастап. 37-ге келгеннен кейін шығардым. Қалай ашылды оған өлең жазуға деген қызығушылық? Өлеңді оқитын. Мен бірінші өлеңді Тұманбай Молдағалиевтің бір кітабы бар, әдемі кітабының ішінде әдемі жазылған еді. Сол кісінің кітабын оқыдым да, бұл өте маңызды. Бірінші оқыған кітабың жақсы болса, сені ар жақ тартып әкетеді да, жетістіріп әкетеді. Менің оқыған кітабым сондай кітап болды. Тұманбай кітабын ол кісіге Алла разы болсын, сол кісінің кітаптарын, өлеңдерін оқыдым. Тіпті кейін өлең жазғым келіп кетті, бірақ жазамадым. Армияға барғанда да көрдім. Тағы бір әдемі табиғаттың несін шықтым, бірақ өлең жаза алмадым. Кейін бір күні
Әзір есемін айтайын. Кемпірім базарда істейді. Келсем бүйтіп қалдық отырып күндіз. Темір кіріп отырады. Сауда жасап кемпірім ат келушіні аңдайды. Кемне қалса келуші көзін жұмып қал дейді деп. Жаз адын қойып кеттім да. Менің қасындағылардың бәрі келіп оқып көріпті да. Содан кейін өлең жазып кеттім соны. Сондаған төрт болсын дейді. Шынайды ешкім өтірік жоқ ешқандай. Керемет. Ал мақал-мәтелді қай уақыттан бастап жаза бастадыңыз? Енді мақал-мәтел өзі естіген жоқ. Өйткені біздің бабаларымыздың бәрі мысалы кітап оқымайық, телевизор көрмейік, қандай ғажайып мақал-мәтел қалдырып кеткен ғой. Одан бізге шейін түкке де тұрмайды. Бірақ адамның ішкі сұранысы болады ғой. Мысалы өлең жазуда ішкі сұранысына қарай. Мысалы ақын болайынша, басқа болайынша деп жазбаған. Өзім ішкі сұранысым өз керек мен жазып қоямын. Енді арасында үзіліп қалса сәл ойланамын, былай. Енді немерелеріңізден, балдарыңыздан ешкімді артыңыздан жаңа шәкір ретінде тәрбиелеп жатқан жоқсыз ба? Олар да айтып отыр, олар да кішкентай бар. Алды енді 18-ге келді. Осы қызым бір лақ туралы өткен тақпар жазды бір жұмақ. Әдемі шыққан кейін бір ұмытып қалды қазір. Өзі ұмытып қалды, мен ұмытып қалдым. Жаза беріп өкіттерім, бірақ мақыл деді, ойын баласқан ойын айтты. Оны түртіп алдыңыздар ма? Жоқ, түртіп ұмытпыз. Бірақ әдемі шыққан бірақ та, балалардың несіне. Енді Құдай қаласа, келешекте сағынша көргенмін. Керемет, құрметті көрермендер, сіздердің сауалдарыңыз, пікірлеріңіз бар болса жаза отырыңыздар. Міне атасы айтып жатыр, көркем қызымыздың да өлең оқып қана қоймай, сонымен қатар кішігірім өлең жазатында қасиеті бар екен. Нышанасы бар екен. Көркем қыздың тағы қандай өнері бар екен, биік белестерді бағындыра берсін деп көрермендеріміз пікір жазған екен. Өлең оқығаннан басқа тағы қандай сенің өзіңнің жеке өнерің бар? Гимнастика қатынаспай жақында. Керемет. Талабыңа нұр жаусын жаным. Рахмет саған көп-көп. Аға жаңа өлеңді оқимыз ба, жоқ әлде басқа... Отбасыға байланысты болған екен, осы өлең соған тура келген әлде іздеп тауып отыр. Егер сақ ұзақта болса да оқи беріңіз аға, сіздің әр өлеңіңіздің, әр тақырыбы, әр қатарының өте бәрі мағыналы. Мен өте қуаныштымын. Өткенде әлеуметтік желіден сіз жайлы мәліметтерді жинап жатсам, өте керемет. Жаңағы мақал-мәтелдеріңіз де өте керемет, жазған өлеңдеріңіз де керемет. Барлық тақырыптар сіздің кітап неңізде, фейсбук парақшаңызда бар. Ырза болдым. Өзіңіз сияқты жаңағы оңтүстік Қазақстанда ақын жазушылар көбейе берсін. Негізі бұл өнерді қалдырмау керек деп ойлаймын аға. Себебі бұның артыңыздан бір шәкірт тәрбиелеуіңіз керек ау. Құдай қаласа осы көркемжан сондай болатын шығар деп шамалап отырмыз. Құдай қаласа. Негізі өлең деген енді біреу зорлап жазамайсың ғой. Өлең дегенді біреу... Мен өзім мысалы біреу тапсырыс беретін болса, мен тапсырыспен жазамаймын. Өзім келмесе жазамаймын. Енді жаңағы біздің әңгімемізге тақырыбына сәйкес болған екен. Осы бір өлеңді сіздерге оқып берейін. Бұл құтқарушы деген баллада. Есебіндесі жазылған. Соны оқып берейін бар ма? Теңіз егер туласа, тулағысы келгенде, шағалалар шуласа, шулағысы келгенде, жалғыз отыр жағада құм үстінде сұлу қыз болғандай ма, бір көзі бар әлемге шерменде. Зілдей жайып, зілдей ауыр мұң басып кеткен секілді, жүрегінде көңілі қашып кеткен секілді, бақыттыген қажаппыз қонған ет басына, есекбай ақ сұлуға қашып кеткен секілді. Көз алдында бақытты өткен күндер елесі, өксіп жылайды, дірілдейді денесі. Әлдеқайда зұлым ғой, түртіп тыным бермейді, баттым дейді теңізге, құтыл дейді ол несі. Құтыл дейді шайтан ой, құтыл дейді жан-жақтан, жанға батқан азаптан және ауыр салмақтан, баттым дейді теңізге, қиындықты көрмейсің, онда ешкімнен ұялып, ешкімге сеп бермейсің. Тұрды орнынан мұңды қыз жайлап басып аяғын,
құшағыңа ал ей теңіз, демен саған аяғын, басыншы ешкім кеп, қателікті бетіме, симай тұрмын ұяттан мынау жердің бетіне. Пұшпақ болып соңғы рет толқындарды жүгірді, таласыңды сұлуға жағаға кеп қырылды, өмір деген шіркін-ай жалған екен бір сәттік, ерке ескен өскен ару қыз енді соны ұғынды. Көздің жасы ағылды, көк теңізге сорғалап, жайлап басып келеді, тоқтамады ол бірақ, құшағында теңіздің кетсе болды шын батып, құтылады бәрінен, бар болғаны сол ғана. Кенет оның құрсағы бүлк кетті екі рет. Ішіндегі шарана жатыр оны тепкілеп, сезінмеген нәресте бір қауіптің келерін, кет судан жүрегі, бірақ сәтте елжіреп. Тоқтап қалды ол кенет, су мойынға келгенде, жақын тұрған ажалды жүрегінің көргенде. Қанша ауыр болса да, өмір сүрем көтеріп, ойындағы сәбиді мына өмірге әкеліп. Жазып жоқ сәбидің кінә менен өзімде, тағдырым ғой қайтайын, тиістімін тезуге. Жарық мынау дүниеге көрген жоқ ол әлі, ол мет қып екесе көтермейін күнәні. Осы ойға бекіді, жат бұрылды жағаға, қалсам мейлі қалайын, дұшпаныма табаға, өлсем де елеге өлейін, өмір сыйлап бірақта, ішіндегі кішкентай жазып жоқ балаға. Кенет оған жағадан дауыс келді біреудің. Көз ұшында айқайлап, қызы қарай жүгірген, жоғырға көтеріп, бұлғақ тартып білегін, жан шыра жүгіріп, енді бірге сүрінген. Тоқта деді айқайлап, тоқта деді аяулым, қателескен оңбаған мына мені аяғын. Шашыда шалдығып, демін алмай, ентігіп, әрең басып жүгірген әлтек-тәртек аяғын. Шыдай алмай ақыры қыз да оған жүгірді. Жүгіргенінен шын оның сүйгенінде білінді. Жаңа ғана зіл болып басып тұрған шер қайға тасқа соққан кесектей уатылып үгілді. Уайым мен азабы түнерген бір бұлттай, жел тұрғандай жып жылы бірақ сәтте қуылды. Әрең екеуі бір-біріне жетті кеп, құшақ жайып бір-бірін аймыласты көпті кеп, ал сол кезде құрсақта кіп-кішкендей нәресте қуанғаннан жат іштен қайта-қайта тепкілеп. Эпилог. Есі қалды гүл жайнаған кең аула, ойнап жүрді еш алаңсыз бір бала. Мейірленіп қарайды әке, құтқарушым күнәдан, құтқарушым ажалдан деп қарайды оған бір ана. Керемет, сонда бұл жерде қызымыз біздің қателескен, содан кейін жаңағы жігіті келіп құтқарған менің ойымда. Жігітмен ұрысып болған ғой. Өз-өзіне қол жұмсамақшы болған. Қазір сондай жастарымыз мысалы көп қой. Дұрыс айтасыз. Соған тектес дос жаңағы жастарымыз. Енді бұл жерде сәл сабыр болса, ақылға келіп ақылмен өмірді қия салу оңай нәрсе емес ол. Ол қайтып берілетін нәрсе емес, магазин сатып алатын нәрсе емес. Сондықтан да жастарымызға бір насихат болсын, бір не болсын деп. Көрдіңіз ба, сәл ағар шынымен алса, ашуға берілсін, қайтып қойды, бала да кетереді, өзі де кетереді. Қанша артында қайғы жүріп, қанша адам қалар еді. Бір адамның қазасының өзі қанша адам қайғысын алады. Сондықтан да ондай нәрсеге баруға ол дәл қазіргі таңда қоғамдағы үлкен өзекті мәселе болып тұр негізі аға, иә? Иә, сондай, иә. Соңғы кезде осы жаңағы карантин кезінде әсіресе көптеп кеткен сияқты. Жаңалықты ашып қарасақ, өз-өзіне қол жұмсапты, немесе жаңағы асып қапты, бір-бірін өлтіріп кетті деген сондай жаңалықтар өте көп болып кетті. Негізі бұл қоғамдағы өзекті мәселелердің бірі. Енді соның бәрі жаңа білместіктен ғой. Бұл да жаңа имансыздыққа жетеді. Бұл иман жоқ, Аллаға сенбегендіктен жастарымыз сондайға неге барады. Егер Аллаға сенетін болса, Алланың шариғаттарын түсінетін болса, онда ондай нәрсеге бармайды. Бармас еді. Дұрыс айтасыз. Ойламайтын да еді, бармас та еді. Бізде батыстар бүйтеді ғой. Батыстар өркениет мойын сазады. Өркениет нағыз өркениеттің шыңы
ислам дінінде. Ислам дінінде. Одан артық өркениет болу мүмкін емес та. Білдіңіз ба? Ең өркениеттің ең жаңа исламда. Өйткені тірі жанға жамандық қылмайсың, тірі жанын қалдырмайсың. Енді өмірінің бәрі жаңа арқатта өтетін нәрсе. Енді тағдыр болады ғой, қиыншылықтар, бірақ ол тікелей күнәлі қиыншылық емес. Тағдыры қиыншылықтар болуы мүмкін, бірақ оны жеңуге де жаңағы ислам діні жәрдем береді. Сабыр сақтап, Аға, керемет өлең оқыдыңыз, жазар өлеңіңіз таусылмасын, терең мағыналы екен, деп көрерменіміз жазып жіберді пікірді. Аға, сізге көп рахмет, және де осы Мұқағали Мақатаевтан бөлек сізге тағы да кімдерге арналып жаздыңыз? Өзің айтқан Әселхан Қалыбекова. Ол Әселхан Қалыбекова біздің көрермендеріміздің де, Әселхан Қалыбекова апамыздың өзінің жүрегінен де, жаңағы осы кітапханамыздың әріптестеріміздің де жүрегінен, түпкі жүрегінен орын алды. Өте керемет, мәнді, мағыналы Әселхан Қалыбекова апамызды зерттегеніңіз көрініп тұр. Мұқағалидің бір өлеңін оқып берейін. Мұқағали Мақатаевтың мен Facebook парақшасында арнау жазғаныңызды оқыдым мен жеке өзім. Өте мәнді, мағыналы. Негізі сол өлеңді оқып отырып ойландым. Осы аға неге артынан шәкірт тәрбиелемеске екен деп. Шәкірт тәрбиелеу деген ол үшін жағдай болу керек, мысалы, оны уақыт бөлу керек. Оны мен бір жерде жұмыс істеуім керек әсіресе. Бағытталдар беру керек. Мен үйде отырып кім тәрбиелеймін, мысалы. Тәрбиеленсе, мұны жазғандарын оқыса, мен Инстаграм парақшамда тәрбие, мысалы, ой туралы ой толғау деген бір нем бар. Сериалы қазір 33 ға сондай жаздым. Ол жаңағы осы жаңағы ислам дінінің Алланың құдіреті туралы, тәрбие, мысалы, маскүнемдік туралы, семьяның бұзылуы туралы көп нәрселер жазылған. Енді қызығам деген, оқимын деген жастар болса, немесе замандастарым болсын мейлі, Инстаграмға менің парақшама кіріп оқуында болады. Ал енді Мұқағалиды мен өзім ерекше жақсы, мен алдын Мұхтар Шахановты жақсы көретін. Кейін бір жігіт Мұхтар Шахановтан да Мұқағали күшті деді. Мұқағали Мақатаевтың барлық өлең үлкенде, кіші де жақсы. Енді екеуі де болса да біз екеуі де мен үшін қымбат. Бірақ адамның жанына жақын да екеуінің стилі екі тұрды ғой былайша айтқанда. Екеуі де мықты жазады, екеуі де. Біреуін ана, біреуін мынау деуге болмайды. Ал Мұқағалиды өзім жаныма жақын болғаннан кейін түсімде деген бір Мұқағалиға бір өлең жазған баяғыда. Мұқажан тірекенсің, арасында таулардың жүрекенсің, шың басына шығып түн ішінде саңқылдап өлең оқып түрекенсің. Самал жел төсіңді ашып аңқылдаған, найзағай тас төбенде жарқылдаған, жарқ етіп жарқыстаған түскен кезде секілді болып кеттің алтын адам. Қалың ел сай салаға толып кеткен, бірі жоқ қимыл жасап қыбыр еткен, қарамай төгіп жауған нөсеріңе жырыңа жылынып тұр нұрын төккен. Жанарың жарқылдай жанын шашып, дауысың саңқылдайды таудан асып, қалыңыр иза болып жырларыңа жүздері бал-бұл жанып, мауқын басып. Төбеңнен қара бұлт егіліп тұр, көзіңнен мөлдір тамшы төгіліп тұр, сан ғасыр қатып жатқан қатпар тастар, су тиген кесектей болып езіліп тұр. Мұқажан, тірекенсің, тау тұлға қыран дауыс ірекенсің, жай отын лапылдатып жүрегіңнен саңқылдап, өлең оқып түрекенсің. Керемет. Жүрегіңізден секілді болып кеткен алтын адам дегенде мысалы жаңағы алтын түстес құлаш келіп шыңның басында тұрған кезде найзағайдың жарық түскен кезде алтын сол бейнені қаншалық шыққанын алып жүрдім. Мен оқымам деді. Керемет. Жалпы мен өзімді мысалы кітап шығарайын-ау немесе бір атақты болайын-ау, басқа болайын деген ниетім жоқ. Мен өзім жаңа айтып отырмын ғой, ішкі сұранысымды сол келген кезде. Сол сұрақты мен де сізге қоймақшы. Сол үшін мен сендерге пәлендеп айтқан жоқпын, соққа дейін еш жыл болды деген. 3-4 жылдан бері бір ауыз айтқан. Бірақ өлең кітап оқып тұрамын. Өйткені не керек? Өйткені өлең кітап оқымасаң, мысалы, біздің жасымызда әсіресе біздің жасымызда адамға өлең жазу қиын болады, мысалы.
Өйткені ана басқа өлең адамға инерция береді да, басқа өлеңдер. Ол көшіру емес, басқа емес. Мен өмірімде бір өлең көшіріп пайда табайын деген адам емеспін. Келсе жазам, келмесе жазам, жүре береді. Аға, жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, шынымен де мен сол Instagram, Facebook парақшаңыздағы өлеңдеріңізді жаңағы кітап қылып шығару ойыңызда жоқ па? Жоқ. Олар ертең болашақта сақталмай қалса, өшіп кетсе деген ойым. Балдар шығарар еместе мен. Мен кеткен екен шығарар. Мүмкін кім біледі енді, жағдай келіп қалса шығаратыны шығармыз. Мен негізі біреудің алдына барып, жанып жатырғанда қаражатқа келіп тұру керек. Қаражатта керек бір жағынан, уақыт керек. Мен өзі құнтты адам емеспін да. Құнтым монша аздау. Керемет. Аға, осымен уақытымызда аяқталып қалған екен. Кітапханамызға келіп, өз ойыңызды бөлісіп, отбасы жайында, дін жайында, ғылым, білім жайында ойыңызбен бөліскеніңізге көп рахмет. Оқушыларға да, жаңағы көрермендерге де өздеріне керек кеңестерін алды деген ойдамын. Көркемнен де алды деген ойдамын. Көркем, керемет, не деген көп деген өлеңдерді оқып бердің. Өзің сияқты оқырмандар, көрермендер біздің кітапханамыздың тұрақты оқырмандары, өзің сияқты кітап оқи білетін, ертегі оқи білетін, жалпы кітап оқи білетін, сондай өзің сияқты достарың, оқырмандарың біздің кітапханамызда көп болсын. Тағы бір нәрсе айтып кетейінші ме? Рұқсат болса. Мен жалпы ата-аналарға айтарым да, мына балдарыңыздың бойындағы жақсы қасиеттерді көрсеңіз, сіздер барынша ерінбей, жалықпай, оны жетілдіруге атсалысыңыздар, жәрдем етіңіздер, қаржылай болсын, басқа да, мысалы, кітап әперу, басқа спортқа апару, әсіресе спортқа апару мен өз немерелерімді жақсы көремін. Қазір екі немерем, біреуі садаққа қатысып жатыр, Қажымақанға барып, біреуі жеңіл атлетикаға қатысады 4-5 жылдан бері. Жасмина деген немерем, Әсіл деген немерем садақ атуға жақыннан бері, 2-3 айдан бері қатысып жатыр. Енді о да бір жақсы нәрсе. Бұл адамның сапасынан тұрады. Сапасы, качество, денсаулығын жақсартады мысалы. Мысалы, Жасмина немерем мен қазір 4-5 жылдан бері бірінші орын, екінші орын алып жүрмін. Құдай қаласа. Енді қазір өзімнің үлкендермен жасап жатыр. Кеше қанша 400 метрден ба, 800 метрден екінші разрядтың нормасын орындады. Үлкендердің үшінші разрядтың, үлкендердің нормативінің үшінші разрядтың орындады. Сондай жетістіктер әсіресе келіп жатыр. Құдай қаласа, біздің қазақтың қыздарының ішінде әлем чемпионы, олимпиада чемпионы шығама деген ниетім бар. Немереммен. Құдай қаласа, соған барынша әрекеттеп жүрмін. Ерінбей, өзім ертіп барамын, ертіп келемін. Қазір жасым 12-13 келіп қалды, бірақ намыстанады. Бірақ өзімде қазір, мысалы, жүру, қазір мен денсаулығына пайдасы тиеді. Күніне 6 километр, 7 километр стадионда айналып жүрмін. Бұл да адамға өте пайдалы нәрсе. Негізі садақ атудан Құдай қаласа немереңізді жеңімпаз болып, әлем чемпионы болсын Құдай қаласа. Негізі садақ атуға қатысатын спортшылар біздің оңтүстікте аздау негізі. Аз. Қазір жаста қатысып жатқан жеріне барып көремін, тренерлермен сөйлесіп көрдім. Енді бір 50-60 бала бар енді қазір. Ол да жақсы, бірақ. Ол да жақсы, жоқтан бар. Жүгіруде, мысалы, өзбек ағайындардың балдары кейін көп. Біздің қазақтардың ішінде аздау. Бірақ спорттың атасы жүгіру ғой. Барлық спорт жүгірумен басталады, мысалы. Бір жағынан денсаулық, қан айналым, оның пайдасы есебі жоқ айтқанда. Сондықтан балдарыңызды жүгіруге беріңіз. Қажымақанға келіп, балдарыңызды 10 жасар, 12 жасар балдарыңызды әкелсеңіздер, мен жақсы тренерлер көрсетіп жүруге дайынмын. Ой, рахмет, өзіңіздің кеңесіңізді бердіңіз. Мынау жақсы үйрет, мен өзі жақсыны көрмекке деп. Орыс Юрий деген орыс тренер, мен немеремізге өте тонкий андай, балдардың несін жақсы біледі. Салмақ салмай әдемілеп дейтін алады. Және де сабыр, қайрат деген жақсы тренерлер бар. Солар көрсетіп таныстырып жіберіп боламын. Әкеңіздер балдарыңызды көп көмектемін деп. Үйде жатып, егерге анандай бір-бірімен ұрысып жүрген әлеуметтік желіде отырып. Иә.
тұлға болып қатысады. Балдарыңыз егер өнерлі болса, тұлға неден мысалы олимпиада чемпиондар мысалы. Оны қазір бүкіл Қазақстан шетелде де ғана сондай бір ірі тұлға болып қатысады. Қалыптасады деген ғой. Бір жағынан жер көреді, ел көреді. Дұрыс айтасыз. Ол көзқарасы да кеңейіп, шетелді көрген екен, басқа облыстарды көрген екен. Қазақстан шарт емес пайдасы бар. Керемет, спорт денсаулық кепілі дейді. Иә. Елбасымыз айтқан ғой. Жаңағы екінші спортпен айналысыңдар деп. Дұрыс айтасыз. Ол кісінің өзі де мысалы спортпен айналысады мысалы. Керемет, аға кеңесіңізге ата-аналар құлақ түріп, жаңа кеңесіңізге құлақ түріп деген ойдамын. Олай болса, аға рахмет кітапханамызға, шаңырағымызға, киер шаңырағымызға келіп, өз ойыңызбен бөлісіп, әріптестерімізге, жаңағы телекөрермендерімізге бөліскеніңізге рахмет, өздеріне керегін алды деген ойдамыз. Көркем қызымызға да көп-көп рахмет. Біз сіздермен қоштаспаймыз, құрметті көрермендер. Келесі кездескенше дейміз. Сау, сәлеметте болыңыздар. Саған да рахмет. Рахмет. Мен осы жерге келген бір қанша мен келіп пәлен кітап тауып берсем, Ләззат ерінбей подвалға түсіп болсам, неге жеп болсам, іздеп тауып керек. Ол мен қайтадан жұмсам тағы бір қабағын шыққан көрмеймін шын айтқанда. Сондықтан Ләззат қызым да өзім өте жақсы көрдім. Нағыз кітапханашы болады. Рахмет, аға, рахмет. Мен сіздің пікіріңізбен бүйтіп сөйлесіп отырып, мүлдем есіне шығып кетті. Біздің кітапханаға келгендерді құр қол шығармаймыз. Кішігірім мынандай күнтізбеміз бар. Осы біздің кітапханамыздан кішігірім естелік ала қойыңыз. Қызыма берсін. Рахмет, аға. Игі бар, күні бар. Сау, сәлеметте болыңыздар. Рахмет, рахмет.